Еще там тамада дейді. Привет. Привет. Деп құшып жіберсе. Смешно же. Привет. Bir нәрсе есіме түсіп кетті әшейін. Саламатсыздар. Привет. Не есіне түсті? Терезеден бір дос болған қысқа өтірет. Айта бер, есіңіз кім, қай қаладансыз? Дана, Шымкент. Сіз негізі тұрмыс құрғансыз ба? Бойдақ. Бойдақсыз ба? Не, бай алмайды, не, құдай алмайды. Өйтіп айтпасаңыз, құдай алмайды деген ес. Енді басқа не деп айтамыз? Құрсын. Енді өзіңіз кішкене бос уақытыңызда кішкене серуенде парктерге шығып жүрсеңіз, жігіттер танысады. Шығамыз ғой? Шығамыз, барамыз шы. Білмеймін әйтеуір, қарамай ма бізге? Мен айтып берейінші сізге, қай жылғысыз? 97. 97-сіз ба? Жігіттер сізбен келіп танысқан кезде андай бір жақтырмаушылық, ондай қасиетіңіз жоқ па? Таныса бересіз ба? Жоқ, ондай нәрсем жоқ, общительнымын ғой. Да? Егізбаршылық етіп, да. Бірақ түріңе қараса ұқсамайды десе. Проблема неде енді? Не түсінбеймін мен. Білмеймін. Нормально жігіт жолықпай жатыр. Нормально жігіт жолықпай жатыр болғанда жігіттерге танысады, но бірақ сіз өзіңіз таңдап жатқан шығарсыз, иә, кішкене. Это не в моем вкусе деген сияқты, иә? Ну, енді, типа того, шли, олай не қылмайсың, не в моем вкусе деп. Шли андай түрге, бір неге қарайтындай уақыттан өтіп кетті ғой. Просто сәл андай серьезный, қазір бәрі андай мұлжың сияқты болып кеткен ба, сондай ғой. Серьезный, жаңағыдай, жауапкершілікті сезіне алатын, хотя сондай жігіт жоқ бәрі. Не істесеңізші, бадуға кірсеңізші десе. Ондай, ямай ма? Қалауымға барам ба деп атма. Айтшы, қалауым, ойқы, ямаңыз. Бойдақ болып жүре берші айналайын, десе. Ой, не атыр. Енді бұйырған күні не қылады ғой? Жолығады ғой өзіңіздің іздеген адамыңыз. Сол кісімен бақытты болып. Я болмаса, құрметті Шымкент қаласының жігіттері болса осы жерде. Әйтеуір, екі жарты бір бүтін болып әйтеуір екі жастың қосылуына бір себепкер болсақ та біз үшін ол да әрине бақыт айналайын. Кім? Атың кім еді? Дана. Дана. Давай бәрістен аумин деңдер. Ертеңнен қалмай байға тиіп кетейінші. Қойшы, ертең тиіп кетесің ба? Ұйықтап, кішке дем алып, жуынып, шайынып, айналайын кішкене прическаны істеп, сөйтіп алшы. Ертең пұр-топырақ кетіп қалса не болады ол? Қойшы, түрім нормально болып тұрған сияқты ғой. Қойшы, кішкене прическа, деп маникюр істеп, бір баняға түсіп алақың бар еді ғой сен. Айналайын ол. Болды. Ар күні шықсайшы. Хорошо. Ал, құрметті Шымкент қаласының жігіттері болса, осы прямой эфирді көріп отырған, осы қызбен мен күшті бір тіл табысып кетем ау деген адамдар болса, дұрыс қой, иә? Бұл ешқандай жарнама емес, ешқандай не емес, просто енді. Мүмкін осы жерде де сізді көріп бір ұнатып отқан бір Шымкенттің жігіті болса. Не обязательно Шымкенттен, может қазір қай жақтан көріп отырса да, сізбен басында кішкене инстаграммен сөйлесіп, әрмен қарай кездесіп, танысып кетесіздер деген ойдам. Так что, бағың ашылсын айналайын. Ау? Адресін айтса өзім бара салам. Сен. Болуын қажет жоқ ше. Қатты отырып қалдым деп ойлайсың ғой неме өзіңде. Адресіңді айтса өзім барам деп өкірәтші. Қалмау, бермек қойыңдар. Ақ бетіндерші мен бесең. Үйде мама рассрочка беріп жүрем деп отырмын. Рассрочка. Прямо эфирден кейін де біраз
ер азаматтар жазады деген үміттемін. Мынандай кейбір қыздар ана прямой эфирге сіз сияқты адамдарды қосамын ғой, қыздарды ше. И потом ол қыздар дайректен бүйтіп несін жібереді ғой. Қанша адам жазылған ше. Кейбір қыздарға 300 адам жазылады, кейбіреуіне 500 адам, прям әшейін 15-ақ минут сөйлескен өзіне. Так что сізге жоқ дегенде қазір 100 адам жазылды деп ойлаймын. Ертең азында тұрып, базарға барып, бутибокс алып, гиф ойнатып жіберіңіз десе. Кешіріңіз. жоқ, ондай емес, бір нормальный бір жігіт болса болды, құрсын не істеймін мен оның бәрін. Енді Так что я білмеймін, короче, өзің көрші айналайын, мен миымдашып жібердіңіз десе. жоқ, енді ақыры бастап тұрсың да, енді андай сауап жасасаң бүтін жаса дейді ғой. Ойбай, енді барымызды жасап беріп жатыр ғой, не істейін, историямды жасап берейін ба? Иә, Пост шығарайын да сен үшін, құрметті қазақ елі. Біз осындай асарумен, ұжыммен. андай қазақи тиіп түскен суретін жіберемін, сөйтіп салып қой, әдемілеп құрсын. Мынандай жігіттерім ұнамай ма өйтіп қа? болады, маймылдан сәл Саған негізі вообще вариантқа қарап тұрған жоқ сияқты. Еркек болса ол болса. Мейлі, құрсын танысқанға қуаныштым, аман болыңыз. Ал енді дайреңізді ашып қарай беріңіз, енді ол жоқ дегенде біраз адам жазып тастаған шығар. Как раз ұйқыңыз ашылып, өзіңіз видео звонокпен сөйлесіп күшті танысып аласыздар ғой. Иә? Егер танысып, бір ойдағыдай жігітіңіз тауып алсаңыз, жазыңыз. Мен де қуанып қаламын. Обязательно. Все, давайте, мейлі. Қасқа елдің проблемасын шешіп кетті болғырсың. Қалауыма конкурент болған соң ғой, короче. Ашаматай, извини меня. Тағы кім жігіт таппай жүр? Не проблемамен келдіңдер? Ардақ бауырым, ассалаумағалейкум ғой. Бүгінгі туған күнің құтты болсын ғой, деп интересный да видеолар жүр. Сол бауырымыз айтпақшы, ассалаумағалейкум армағайын. Қалайсыздар? Қыздар, егер андай клубта, кальянда бір жерде отырсаңыздар, кірмеңіздер. Ол данияқта астына комментарийлардан бар ғой, көміліп қаласыздар ғой. Қазақтың қыз емессің бе? Топ 3 комментарийді айтып берейін ба, ондай қыздарға не деп айтады? Қазақтың қыз емессің бе? Мынаның ата-анасы қайда қарап отыр? Дені дұрыс қыз 11-ден шықпайды ғой. Осы 3 комментарий. Залетит қой, короче. Так что, абайлаңыздар. Олай емес ағайын қазір. Қазір қосқан адамдар кішкене светтеріңіз қосып отырыңыздар, е? Үстеріңізге футболкаларыңызды киіп. Әйбет бап, міне, естіп отырсаңыздар. Үлі, әтек, не бүйтіп кетесіңдер, қыздар бүйтіп. Бізге сендердің жарты беттерің керек емес айналайын. Өмір сендерді қалай жаратты, солай отырсаңдар, айналайын қандастарым. Ау. Күткен жоқпын. Не қыл дейді? Қабыл айт деп ойлаған жоқпын. Ой, бәрі сөйтіп ойламайды. Бәрі әшейін заявка жібере салады, мен қабылдап қаламын. Все неожиданно, да? Да? Айта беріңіз, есіміңіз кім? Қай қаладансыз? Арайлым. Не мақсатпен өмір сүріп жүрсіз деген сияқты бізде сондай сопқалдан ауыр сұрақтарымыз дайын. Әрі шынайы тез жауап беруге дайынсыз ба? Енді мақсатымды айтпаймын. Алғы қойған мақсатыңызбен ешкіммен бөліспеймін дейсіз ғой. Дұрыс. Қай қаладансыз? Шымкенттемін. Жұмыс істейсің ба, оқисың ба, не істейсің? Жұмыс жасаймын, оқимын. Молодец, күшті. Неге ұйықтамай жатсыз? Азында жұмыс выходной ма? Жоқ, выходной емес жұмыс.
кім бар үйде? Бәрі бар үйде. Ұйықтап қалды ма ол кісілер? Иә, ұйықтап жатыр. Күшті екен. Әңгіме айттыңыз басқа? Өзіңіз жұмыс жасайсыз ба? Иә. Авион ғой біздікі, авион. Авион? BI группта істеймін. Жер қазамыз, жер. Оқу бітіріп қойғанбыз. Қазір жұмыс жасаймын. Неде істейміз? Интернетте. Үйде отырып ақша табамыз. Дұрыс. Сетевой маркетинг деген естіп пе? Иә, естігем. Ассалаумағалейкум, менің миллионершаларым. Сіз дәл осы моменттен бастап өзіңізді миллионер деп санай берсеңіз болады. Ертеңнен бастап артыңыздан 2 адам алып келесіз. Ол 2 адам тағы 2 адам алып келеді. Біз байымыз. Соқта істеймін. Кірмейсің ба? Жоқ. Жаман байып кетесің, қатыныз. Басында 1 миллион теңгемен кіресің. 1 айдан кейін 2 миллион теңге бересің, 3 айдан кейін 3 миллион теңге бересің. Біз сені қадаймыз ғой, короче. Откровенно айта беретін болсың. Басқа өзіңіз андай неге қызығасыз? Хоббиіңіз не? Мен бишімін негізінде. Күшті. Тойда билейсіз ба? Тойда билеймін, бірақ қазір билеймін. Қазір группадан шығып кеттің ба? Күшті. Өзім оқимын. Дауысыңыз естілмей жатыр. Мамандығым бойынша жұмыс жасаймын. Все. Мамандығыңыз қандай? Мұғалім. Күшті. Қандай сабақтан бересіз сонда? Негізі биология. Биологиядан бересіз. И походу қосымша тойда билей бересіз, да? Ау? Қазір билемейсіз. Иә. Қазір кішкене беліңіз қақсайтыны бар, е? Десе. Кішкене беліңіз қақсайтыны бар, черепной давлениеңіз бір сіздің, е? Жоқ, жас. Деші! Деп атай тәуіптері болады, аузыңды ашып түкіртетін. Қалжың ғой. Жарайды, онда танысқаныма қуаныштым, аман болыңыз, қайырлы түн. Түніңіз тыныш болсын. Сәт сапар, жолыңыз болсын. Ну, давайте.